Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздермен онлайн сабақта немесе берілген тапсырмалардан кейін кері байланыс алудың тағы бір жолмен таныстыра кетейін. Бұл Google Class веб-сервисі. Ең біріншіден біз Play Market арқылы Google Classroom'ды жүктеп алады екенбіз. Бұл веб-сервис менде жүктелгендіктен мен открыть батырмасын басамын. Google Class Gmail арқылы тіркеледі. Gmail'ымызды көшіріп алғаннан кейін қайта Classroom веб-сервисіне қайта ораламыз. Тіркелу үшін әрбір қадам бойынша толтырып, басып тіркелесіздер. Және де создать курс деп тұрады. Мінекей менің 3 курсым: қазақ тілі 6 сынып, қазақ тілі 7 сынып және де 9 сынып. Мен өзім қазақ тілі орыс сыныптарында жұмыс істегендіктен осы Google Class өте тиімді. Мінекей менің басты парақшам. Және де тапсырмаға келетін болсақ, 19 наурыз күні мен мысалы ретінде тапсырма жүктеп көрдім. Енді осы 9 сыныбының пән мұғалімдері және де 29 оқушы Gmail арқылы Google Class'қа тіркелді. Енді кері байланысқа тоқтала кетсем, мысалға оқушымның жұмысын көріп, тексеріп, бірінші нұсқаны таңдаған екен. Және де, мінекей, егер сіз осы тапсырманы жүктеген кезде балл түрімен белгілесеңіз, балл түрімен қоюға болады, мүмкіншілік бар, немесе жаңағы комментарий, смайлик арқылы да жүзеге асыруға болады екен. Мінекей, жақсы, рахмет. Енді келесі оқушымның жұмысы. Бұл жерде Google Classroom оқушының мүмкіншілігін шектемейді екен. Өйткені жаңағы бірінші оқушымның жұмысы Word түрінде болса, екінші оқушымның жұмысы скрин немесе суретке түсіру арқылы іске асқан екен. Бұл жерде мен тағы да оқушының жұмысын тексеріп, жаңағы балын қойып, одан кейін комментарийді жазып, мүмкіншілік болса, қарай. Балаға вернуть батырмасы арқылы жұмысын жібере аламын. Мінекей, осындай керемет кері байланыстың бір түрімен бөліскім келді. Назарларыңызға рахмет.